Бұл видеода сіздерде осы Egov Mobile приложениясын қолдана отырып ЖД вокзалдан билет алатын кезде, авиа компаниялардан билет алатын кезде, яғни аэропортқа барып, удастарыңыз болмаса, және пошта, отбасы банкке, және банктер бар ғой, екінші деңгейлі банктерден, Билайн орталықтарында, және нотариус орталықтарында осы приложение қолдана отырып, өзіңіздің ішіндегі жеке куәлігіңізді көрсетіп, кез келген қызметті алсаңыз болады. Оның үшін осы өткен видеодағыдай ЕЦП сақтап аласыздар телефонға осы Egov Mobile көмегімен. Сосын осы программаға кіреміз. ЕЦП деген басамыз и пароль береміз. Авторизация болады қазір. Тереміз. ЕЦП пөч болмаса, онда бір рет қолданатын SMS кодты қолданып кіруге болады, яғни авторизация жасауға болады. Оның үшін мына жерге өздеріңіздің иіндеріңізді тересіздер. Сосын Egov порталына тіркелген телефон нөмірді тересіздер. Сосын онды жалғастыру деп басамыз. И осы нөмірге, тіркелген нөмірге SMS код келеді. Разрешить деп басамыз. Автомат түрде сайт, яғни осы порталға кіретін болады. Яғни бір рет қолданатын кодпен кірсеңіздер де болады, егер ЕЦП пөч болмаса. Сайт, яғни осы программаның ішіне кірді. Бұның ішінде қандай заттарды көре аламыз, қандай қызметтерді ала аламыз деген сұрақ болуы мүмкін. Бұл жерде көрдіңіздер, сіздің құжаттарыңыз, яғни сіздің порталға тіркелген Egovтағы барлық құжаттарыңызды көре аласыз. Оның үшін сіздің құжаттарыңыз деген болады, соны басамыз. Және бұл жерде сіздің құжаттарыңыздан бөлек балаларыңыздың құжаттарын да көре аласыз. Мысалы үшін туу туралы куәлігін көре аласыз. Яғни медициналық орталықтардан ковидке тапсырылған құжаттарын көре аласыз, вакцинация жайында құжаттарын көре аласыз. Мысалы үшін бұл жерде жеке куәлік деп тұрды. Осыны басамыз. Жеке куәлік тұрады. Мен жеке куәлігім шығып тұрады. Сосын бұл жерде неке қию куәлігі. Соны көрсеңіздер болады. ПЦР анализін көрсеңіздер болады. Вакцинация паспорт, жүргізуші куәлігін көрсеңіздер болады. Сосын бұл жерде отбасы деген тұрады. Отбасы деген жерде туу туралы көрсеңіз болады баланың, екінші балаңыздың туу туралы. Сосын бұл жерде ковидке тапсырылған ПЦР нәтижесін көрсеңіз болады. Көрдіңіздер, мысалы үшін басып көрейік, ПЦР нәтижесі көрдіңіздер. Егер вакцина болса, вакцинаны көрсеңіз болады осы жерден. Мысалы менде қазір вакцина болу керек, вакцина паспорты деген бар. Көрдіңіздер, вакцина паспорты бар осында. Сіздерде осы телефонмен алып көрсетсеңіздер болады, кезден сұраса. ПЦР анализ, яғни ПЦРді осы жерден көруге болады. ПЦР-ға тапсырған кезде сіздер осы жерден шығып тұрады. Осы жерден ашып көрсете берсеңіздер де болады. Жаңа мен айта кеткендей, бұл документтер, яғни бұл құжаттар, егер сіздің қасыңызда оригиналдар болмаса, осы телефоныңыз болса, ішінде мобильдік приложение болса, ЖД-дан қызмет ала аласыз, авиакассалардан, почтадан, отбасы банктен, және екінші деңгейлі банктерден, Билайн орталықтарынан, және нотариустен осы приложение көмегімен қызмет ала аласыз. Яғни қасыңызда оригинал құжаттар болмаған жағдайда. Сол бүгінгі осы жайында айтайын дегенім сіздерге. Сосын тағы бір айтайын деген, егер сіздерде сол құжатты сұратып жатса, қалай қолданамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Осы авторизация жасайсыздар. Осы менің құжаттарым дегенге кіресіздер. Сол кезде сіздерден ар жақтан, мысалы Қазпоштадан бір удастық сұраған кезде сізден төлем жасайын деп жатқан болсаңыз, сізде осындай телефон арқылы деп айтсаңыз, олар код маған доступ аш дейді олар. Сізде доступ ашу үшін қол жеткізу деген басасыздар. Көрдіңіздер, қол жеткізу деген басқан кезде жерде қысқа код деген болады. Кодты көрдіңіздер. Осы кодты жаңағы поштаның қызметкеріне айтасыз.
яғни сол код арқылы сіздің документіңізді, яғни құжатыңызды оригинал екенін яғни көз жеткізеді. Яғни осы арқылы сізбен жұмысын аяқтайды дегендей ғой. Яғни оригинал документ ретінде осы дәлелдейді. Мына осыны секунд ойнап жатыр ғой, осы секунд біткенге дейін осы кодты айтуыңыз керек жаңағы қызметкерлерге. Сонымен ары қарай жұмысыңызды аяқтап кете берсеңіздер болады.